Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгін біз комбинаториканың басты ережелері тақырыбы бойынша 112.374 есептің шығаратын боламыз. Есеп былай дейді: жазуында тек қана 0 және 7 цифры қолданылатын барлық 3 таңбалы сандарды жазыңыз. Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ: осы сандардың қосындысын табыңыз дейді. Сонымен біз ең бірінші не білеміз? Бізде 2 цифр ғана беріледі. 2 цифр. Ол цифрларымыз 0 және 7. Және бізге 3 таңбалы цифр құрастыруымыз керек біз екен. 3 таңбалы цифр. 3 таңбалы сан құрастыру керек екен. Енді қараңыздар, 3 таңбалы сан құрастырған кезде бізге 2 цифр беріледі. Сондықтан бұл қайталанады. Соны біліп алайық. Қайталанатын. Қайталанады. Яғни 7 менен 0 қайталанады деген сөзді білдіреді. Ол үшін ең бірінші неше 3 таңбалы сандар керек бізге соны тауып алайық. Ол үшін біз координасын пайдаланамыз. Яғни координасын. Бірінші орынға мен 0 менен 7 деген санның 7 дегеннен бір-ақ цифр қоя аламын. Себебі бізде 0, 0, 7 деген сан 3 таңбалы сан бола алмайды. Сондықтан мен 0 деген санды қоя алмайды екен. Сонда 7 деген бір ғана цифр. Ал екінші орынға 0-ді де қойылым, 7-ді де қойылым, яғни 2. Үшінші орынға, яғни бірліктің орнына 0-ді де 7-ді де қойылым, 2. Сонымен 1 көбейтемін 2, көбейтемін 2, 4. Сонда бізден 0 және 7 цифрынан құралған 3 таңбалы саннан 4 болады екен. Енді сол сандарды тауып көрейік. Сол қандай сандар? Біз айттық жаңа бірінші тұрған орынға, яғни жүздікке тек қана 7 орын. Сонда 700 деген. 777 деген сан болады. Қосамдар 770 болады. Ары 700 бола алады. Сонымен ең соңғысы 707 деген сандар болады. Міне осы 4. Енді осыларды қосамын. Қосқан кезде қалай қосамын? Қараймыз. Жүздіктерді қосып алайын. Сонда 700-ден менен 4. 2800 болады. Ары қарай ондықтарды қосамын. Ондықтардан 7-ден 2. Яғни 70-ден 2. 140 болады. Одан кейінгі соңғысы менен бірлік. 7-ден 2. 14. Осылардың барлығын қосқан кезде енді осы берілген сандарды бір-біріне қосып шығамын. Бірліктерін қосамын. 0, 0, 4. Яғни 4 болады. 0, 4, 1, 5 болады. 8-ге 1-ді қосамын. 9. 2-нің өзі түседі. Сонда берілген сандарды қосқан кезде 2954 деген сан шығады екен. Міне құрметті көрермен, берілген 2 цифрдан қайталанатын 3 таңбалы сандарды құрастырдық. Ол 4 болды, яғни 4 нұсқасы пайда болды. Одан кейін сол сандарды бір-біріне қосқан кезде 2954 деген сан шығады екен.